қарап, тұмсығына тыныс алуын есептеңіздер. Екінші біреу кеудесіне құшақтап, жүрегіне қолын қойып, әкеліңіз қолыңызды қойыңыз. Қаттырақ кішкене сезе ма? Қолыңыз алақаны. Қазір 1 минут болады, санай қойса. Сағатқа қараңыздар. Тұмсығын тыныс алуын санаңыз, Фарида. Олай емес, былай демалып тұрғанын қарасаңыз. Демалып дем шығарды. Ал бастадық. Сағаттағы кісі 15 секунд айтса сағыздар болып тұр. Келіңіздер. Қалыпты жағдайда терісінің түсі қызыл түс. Жазылып тұр екен бұл. Сіз 15 секунд санаңызда 4-ке не де саласыз. А то көп болады 1 минут тұрып. Сізді сөздеңіз 15 секунд қасынығын 4-ке көбейтіңіз. Қазір мына жердегі қандарын жазып қанша болды? 15 секунд. 27? Сізде? 27. Жүрекпен не соғысы бірдей болмайды ғой, балалар. Мен жүрек деген тез-тез 20 дейік жарайды, мына кісі білмейік. 20-ны неше көбейтесіздер? 4-ке 100 дейсіз. Сразу жазыңыз 100 деп. Сіздікін көбейтіңіз, 27-ні 4-ке көбейтіңіз. Көбейтсеңіз, жершенді. 27-ні 4-ке неше болады? 120 секунд. Тек отырыспайды, отырып болды. Құшақтап тұрыңыздар, өтіп. Енді градусникті түсіріп, температурасын алыңыз, арна. Не қарап тұрсыз? Түсіріңіз градусникті. Құйыршығын көтеріп, о жерден ұстамаңыз, мына жері кір ғой енді, ешкім сүрткен жоқ, құйыршығыны енді о жер немеге ұстайсыз. Мынаны неге малып алыңыз? Түсірдік па? Неге түсіріп, арна неге сіз көмекші ұстай салды, бере салды, түсірмепті дейді дұрыс. Кәнеке, құйыршығын көтеріңіз. Біреуіңіз сіз ұстап тұрыңыз. Ұстаңыз арна. Тағы бір адам ұстап тұрыңыз? Кеудесін ұстап тұрыңыз бір. Құйыршығын кішкене көтеріңіз. Енді тұғыңыз. Үстіңгі жағында қап. Көзіңіз қайда, сізде бар ма өзі жоқ па? Міне тұр ғой, міне наған қоймайсыз ана тесті. Ұстаңыз. Тік-шек, балалар, тік-шек. Тік-шекні астына қойға болмайды, аналина қанатасыздар, о жерге тұға болмайды. Тік-шекке тұғу керек. Температурасын өлшейік. Ана дұрыс түсірмеген де. Қойыңыздар. Түсіріңіз, қазір жерге түсірсен шынан үстіне. Қойыңызды. Жерге ма? Картон үстіне. Қойыңыз енді саптырыңыз. Енді сіз қазір түсіріп алмайды ғой. Өңдеңіз бірінші. Қолыңызға пинцет алыңыз. Мен таза ватаны алыңыз, мінеке. Спиртті ашыңыз. Укол салатын, мынаны ұстаңыз. Укол салатын жеріңізді сүртіп алыңыз. Мына жағында укол салатын орны бар. Сол жерге 4-ке күрізде қойып өзі 8-де 6 болып тұр. Және не өлшеді ғой, және ғана қойып салды. Содан температурасы енді қазіргі жоғарыда мүмкін температураны көтере алмайды. Біреу көмектесіңіз тағы біреу. Сондықтан бергеніңіздер, көмектесіңіздер. Аяғыңыз. Сүрттіңіз Жоқ, бе? ана артынан аяғыңыз. Бір қолыңызды алыңыз менде. Сүрттіңізден түкте жоқ қой, сүртетін. Оны жауып қою керек. Оқымында. Так, пинцетті тұтамаңыз, терісін көтеріңіз. Пинцетпен көтеріңіз, терісін. Көтеріңізші, қаттырақ терісін.
қысқаңызшы ол пинцетпен терісін. О, енді терасына енгізіңіз. Енгіздіңіз бе, қатты кіргіздіңіз бе? Ешбірisi кірген жоқ қой. Кірмедім. Тезірек болыңыз, уақыт өтіп тұрады. Терісі қатты болады кішкене. Болды терасына. Енді жіберіңіз. Пинцетті қойып. Ақырында енгіздіңіз. Жете düздеп күйіп тұр. Аяғы созып жатыр. Болды. Қоянды орнына салыңыздар да, отыра қалыңыздар. Қоянды орнына салып отыра қалыңыздар. Енді әрқайсыларды бет алыңыздар да, сызбарыңызды жаза бастаңыздар. Енді жүрексіз жазайық. Терісі қандай балалар? Бағанадан қарағанда кішкене ақшыл қызғылт жазыңыз. Ақшыл қызғылт құлағын. Көп кісі болса қоян өзі үлкен қорқатынан одан сайын үрейді шығарсыздар. 40 ба? 40-тен көбейтсеңші жеңіл емес қой. 40 десеңдер, бұл кісі көбейтіп тұрасыз 4-ке. 160. Енді түсіріп, температурасын бірінші қойып қойыңыз. Градусникті сүртіп тастаңыз, спиртпен ұшын тазалап. Ұстаңыз қолыңызға. Одан кейін түсіріңіз. Одан кейін кішкене май жағып алып, тек қана құйыршығын көтеріп қойыңыз. Қоян сондай ақылды. Керек нәрсені қарайды. Оқып болды, нұқтар барлығы. Сіздерде нелер көрініп. Мына сұрақтың жауабын мұнда жаза бастаңыздар. Қазір мен уже сұраймын ғой, қандай екен, неме ақылдасып, мына жерге шығыңыздар да уже жаза бастаңыздар. Сіздер де дәл сондай сұрақтың жауабын жаза бастаңыздар. Қазір араға жазуларыңыз керек қой. Мен сұрақтың О, дұрыс. Салып жатқан басын саламыз. Дұрыс, жақсы. Онда неге үшімен тұрып тұрғызды? Бір кішкене 5 минуттай ұстаңыздар, нешеге болады екен. Сразу көтерілді ме? Бағана салды, еще салды. Тез. Өте жоғары температура болуы мүмкін. Енді бастапқы жағдайдағымыз бізде кішкене жоғары болып тұрғаны ол опта не болғанына байланысты, тәжірибеде қоянды болғанына байланысты. Dediniz mi? Бірінші 38 болды ғой. Сәт тұрыңыз мүмкін бағана басында түсірмеді қойды, мына градусты көтеріп тұрған бойды қара салды. Біз енді анау бойынша түсіп қалды, кішкене басқа жауап жойып бастық. Қалай не? Алыңыз. Дене қызымы? Дене қызымы 38-де 9. 38-де 9. Қасына С жазып қойыңыз, 8 градус. С деген әріп
Сразу градусын түсіріп, мында тазалап қоя салыңыз. Қоянды орнына салайық. Ақырын, ары қарай қоя салыңыз, болды. Келесі көрсеткішке дейін күштерді ары қарай қайтадан қайталаңыздар, қаншадан болады. Білген, не істей біледі? Бірінші сынық салуын, жүректің жіберуін, одан кейін градусникті сүртіп, температурасын өлшейміз. Айтыңыз, неге ауырсынудың механизмі? Терісі қандай балалар? Кірегейлі түсі қандай терісінің? Құлағы, оғылы, тістен ақшыл болғыл. Ақшыл болғыл. Ағай. Егер ақшыл болғыл көресіз. Сіздерде неге ауырсыну шақырады, білмеді. Неге науқасқа отырыңыз? Неге науқасқа ауырсыну пайда болды? Кеуде қуысындағы ауырсыну. Пневмония болғанда ауыра ма? Сондай ауырсыну пайда болады. Дұрыс пневмония қойып. Неге ол ауырады? Неге ауырады дейміз? Себебі ода жаңағы жөтел не істейді? Градусын сүріп тастаңыз, сілкіп түсіріңіз. Дайындық. Неге майлап алыңыз басын? Неге? Неге ауырсынуға байланысты болады? Неге ауырады? Внимание не нәрсе. Внимание. Қабылу бар. Енді қабылу болғаннан кейін ауырсынуды немелер шақырады екен? Внимание, сенің қабыну дұрыс айтасыздар. Сол енді не шақырады ауырсынуды? Егер онда қабыну болмаса, сонда неме жатыр бұнда ауырсынуды? Қандай механизм жатыр? Қандай даму тетіктер жатыр ауырсынудың? Қолымызға, денемізге, қылшықта ауырамыз, ауыра ма? Ауырады. Кез келген ауырмен көрген. Дұрыс айтасыз. Ода осы науқаста яста алдында жаңағы созылмалы ләксіздікте болған. Кеуде қуысын дем алса, өкпесі дем шығарса, жөтелсе, қабыну болса, неменеге байланысты? Ауырсынуды немемен сіздер байланыстыра аласыздар? Өткен тақырыптыларын. Немен байланыстыра аласыздар? Айнұр, кәнеке айттыңыз. Қызу терінің бұзылуы, ауыру және де Физикалық, химиялық өзгерістермен байланысты. Қандай өзгерістер болады қабынған жерде? Неме болады қабынған жерде? Ол жергілікті белгісі. Физика, химиялық өзгеріс немемен көрінеді? химиялық оларды Гиперантия, ол деген не? Гипергения, гиперкалемия. басындағы салыстырғанда нормал. Басында может түспей қалдым. 39-да 2 деңіз. 39-да 2. Сала қойыңыз. Градус Цельсия. Ой, өз орнын біліп жатыр.
Куда не имеет утра осынуды. Яғни гиперосмия деп жатырмыз. Бұның барлығы неме?